Ассалаумағалейкум баршаңызға. Біз бүгін жақ машинасы F4-ді майын ауыстыратын боламыз. Сіздерге көрсетіп өтейін, не керек бізге. Міне осылай ашып қоясыздар. Бізге керек міне салфетка, болмаса жаңағы тряпка, отвертка и май керек болады бізге. Май, осындай май алдым мен. Енді бізге бұны тазарту үшін, майын ағызу үшін мына жерде міне магнит бар. Мен майын ағызып тастадым, чтобы сіздерге нақты көрінгендей. Мына жерде магнит болады. Осы жаңағы отверткамызбен мына магнитін алып тастаймыз. Алып аламыз магнитін. Бұл өзі темірге жабысып қалады. Бүйтіп міне бүйтіп аламыз. Бірақ та бұны сыртына шығармаймыз. Осы жерге қоя салсаңыздар болады. Осының ішіне қоясыздар. Енді мына жерде өзінің болтики болады. Соны бұрап алып тастайсыздар. Бұрап алған кезінде и майы ағып бастайды. Май ағады. Содан кейін тазалап, ішін бәрін тазалап сүртіп аласыздар. Барлығын тазалап, сүртіп алғаннан кейін мынаны астына сразу литровый бутылка қойып қойсаңыздар болады. Мен осы бутылка қойып қойдым астына. Май ағып дайын болып қалды. Енді ішін бәрін тазалап сүртіп аламыз. Мен бәрін тазалап алдым. Енді мына магниттің өзін жақсылап тазалап алыңыздар. Бұл прям мелкий, прям тот бәрін басып кетеді екен. Бір болтикін қайрадан саламыз. Бәрін бұрап орнына. Жақсылап бұраңыздар. Ағып кетпейтіндей. Так. Енді мына магнитін орнына саламыз. Енді майын құямыз. Менің майым дайын. Так, бисмилля. Майды міне осы жерге дейін ғана құямыз. Екі полосканың ортасы. Міне майымызды ауыстырдық. Көп май кетпейді міне. Жартысы ғана, 1 литрдің жартысы ғана кетеді екен. Жабамыз. Міне біздің машинамыздың майы ауыстырылды.